Алла субхана ва тағала біздерді ер азамат жаратқаннан кейін, бауырлар, соған жараса жауапкершіліктеріміз бар. Соған жараса біздің бойымызда табылуы тиіс болған сипаттар бар екен. Әрине, көп сипаттар табылу керек, бірақ мынау қазір өтетін дәрісіміздегі ғалымдардың айтуынша мынандай 5 сипат табылу керек дейді. Сипат кімдердің бойында? Нағыз ер азаматтардың. Қазір еркек деп жатырмыз, жігіт деген көп атаулықтар айтылады біздерге. Иә? Сол нағыз ер жігіт, нағыз еркек болу үшін біздің бойымызда неше сипат болу керек екен? 5 сипат болу керек екен. Бірінші сипаты, жүрегі мешітке байланып, мешітке келген кезде де ол адамдар тазалану мақсатында келген адамдар дейді. Біз мешітке жай келіп кетпейміз. Мешітке Алла субхана ва тағаладан тәубамызға келіп, жанымызды тазалап кететін жері осы жер болады. Мешітке келген кезде біздер тазаланып кетуіміз керек екен. Бұл жайында Алла субхана ва тағала Құран кәрімде Тәуба сүресінде айтқан аяттар бар. Аузубиллахи минаш-шайтанир-раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. لا تقوم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. Алла Тағала мына мешітті сол мәңгі құлшылық жасау үшін жаратқанын айтқан, осы мешітте тақуалықтарыңды күшейтіп алу үшін дейді. Бауырлар, мамандар айтып жатыр, қазір телефонымыздың өзі күш алатын өзінің жері бар. Зарядқа қоя салсы деп айтамыз ғой. Сол секілді біздің зарядқа алатын жеріміз ол мешіт екен. Осы мешітте кәдімгідей өзімізді және сол мешітке келіп дейді Алла Тағала фихи риджалун юхиббуна айятатахару. Және сол мешітке келгендердің ішінде сондай нағыз ер азаматтар бар дейді Алла Тағала. Олар юхиббуна айятатахару. Олар мешітке келгендегі мақсаттары тазалануды сүйіп келеді олар осы жерге. Осы жерге жанымызды тазалап, жаман сипаттардан арылса екен деген оймен мақсатта келеді. Валлаху юхиббул муттаххирин. Сөзсіз Алла Тағала тазарушы құлдарын жақсы көреді дейді. Осы жерде рижал деген сөзді ғұламалар шағын айтқан екен, нағыз ер азаматтардың бойында бірінші табылу керек сипат екен. Қандай болу керек ол адам? Мешітке байлану керек екен, бауырлар. Қазір күнде шыны керек, нағыз еркек деген сөзді қоғамда сұрайтын болса, көпшілігі әртүрлі мағына береді. Еркекте кімді ойлайсың десе, әйелін қатты ұстайтын деп айтуы мүмкін бір адам. Екінші біреуі күші көп, қорықпайды, кәдімгідей жауға салсаң төбелесіп кете беретін адамды еркек деп айтуы мүмкін. Әр адам әртүрлі анықтама беріп жатыр. Бірақ Алла Тағала Құран кәрімде ондай сипаттар айтқан жоқ. Бұл жерде нағыз еркек рижал деп кімді айтты? Мешітке байланған адамды айтты. Және жай мешітке келіп кете салмастан, ол тазалау үшін келетін жерге, соны жақсы көреді. Алла оны жақсы көреді дейді. Ол тазаланғанды жақсы көріп жатыр. Шыны керек, көпшілігіміз сыртқы бейнетімізге қатты мән береміз. Киімімізге қараймыз, айнаға бірнеше мәрте қараймыз, бір қара дақты көріп қалсақ, шұқылап тұрамыз сол жеріміз, мысалға. Әрине бұл сыртқы бейнетімізде көркем болу керек. Аллах джамил, юхиббул джамал дейді пайғамбар алейхиссалам. Алла өзі көркем. Алла Тағала әдемі көркем болып жүрген құлдарын жақсы көреді дейді. Соған жараса біздің жан дүниемізде, бауырлар, таза болу керек екен. Жаны таза болып жүрген еркек, ер азамат, ол ешқашан қоғамда қылмысқа бармайды. Ешқашан қоғамдағы ағайын туыспен жаға жыртысып, ол адам сөзге бармайды. Ағайын туысымыз. Өткені кейде шыны керек, көпшілігіміз қазір айтатынымыз, әйел бала шағам, өзімнің әйел бала шағам. Бірақ шариғат бойынша негізінде әйел бала шағамыздан ағайын туысымыздың статусы жоғары тұрады. Ағайын туысымыздың. Пайғамбар алейхиссалам уақытында бір кісі келіп, сол кісінің жаңадай құлдықта жатқан анасы сол баласын азат еткен. Сол кісіге пайғамбарымыз сүйінші сұрайды. Я Расулалла, мен осындай адам едім, анашым әтір жаңадай ақшаның басын жинап, құрап, мені құлдықтан азат етті анашым. Кейін асасым және мәрте одан сұрайды. Шынымен осындай болды ма дейді. Я болды дейді. Сөзі Расулалла айтады, жақсы болған екен. Бірақ сенің нағашыңды халюк деп келеді, сенің нағашыңды құлдықтан азат еткені анашыңа дейді, хайырлы болар еді дейді. Яғни баласы да құл болған, жаңағы әйел кісінің інісі де құл болған. Нағашысы ғана баланың. Әйел адам кімді азат етті құлдықтан? Баласын азат еткен. Бірақ пайғамбар алейхиссалам кімді айтты? Сенен гөрі
бауырын азат еткен оған хайырлы еді ғой деп айтқан пайғамбар алейхиссалам. Міне нағыз ер азамат, мешітке жүрегі байланып таза жүрген адам, ол бала шағасын ойламайды бірінші. Кімді ойлайды? Ағайын туысты бірінші орынға қояды. Ағасын аға деп сыйлайды, бауырын. Бала шаға екінші орынға қалып қояды бұл жерде. Өйткені шариғат бойынша ағайын туысымыздың Алланың алдындағы беделі, ол бауырлар біздің бала шағамыздан да қатты жоғары тұрады. Мешітке келіп тазарған адам оны жақсы түсіне бастайды. Кімнің кім екенін біле бастайды. Тіпті Расул алейхиссалам айтқан, сол рахым деген Алла субхана ва тағаланың рахман деген есімінен бөлініп, соған есім берілгенін айтқан. Хадисте айтады, рахым муаллақун бил арш. Біліңдер, сол ағайын туыстың арасындағы қарым қатынас, рахым деген нәрсе, ол аршыда ілініп тұр дейді. Тақул, және былай деп айтады екен, мән уасалани уасалахулла. Кім менімен жақсы тұратын болса, Алла ол адаммен де жақсы тұрады. Уаман қатаани қатаахулла. Кім менімен алыс берісі кесіп тастайтын болса, Алла Тағала да ол пендесімен алыс берісін кеседі деп айтқан. Міне, сол себепті шариғатта мешітке келген нағыз ер азаматтарды осындай қылып тәрбиелейді екен. Ағайын туыс ретінде ол үлкен деңгейін көре бастайды екен. Қоғамда да ол қылмысқа бармайды. Өткен адамның жаны тазарғаннан кейін мына өмірдің қағидаттарын ол түсіне бастайды. Өзінің несін орындай бастайды. Уақытысында біздің ата-бабаларымыз бір батыр, бір ауылды асыраған екен. Сол ауылдың мынау ризық несібесі бір батырдың мойнында болған. Қазір шыны керек, бәріміз өз бала шағамыз ойлайтын болып қалдық, ал уақытысында ата-бабаларымыз олай болмаған екен. Олар ауылды асырайтын болған. Сол аңшылыққа шыққан кезде, аңшылықта тапқан сол шариғаттың рұқсат еткен аңдарын алып келіп ортаға тастайды екен, қалағандарыңызды алып пайдаланыңыздар деп. Келесі ауылдан біреулер қайырымдылық қылайын десе, біздің сол ауылда жүрген батырларымыз разы болмайды екен. Жоқ, бауырым, ренжіме, бұл ауылда адамдар бар деп кіргізбейді екен. Нағыз ер азаматтың бойындағы табылатын бірінші сипат қалай екен, бауырлар? Жүрегі мешітке байланып, кейін ол тазалықты сүйіп келеді. Мешітке тазалу үшін келуіміз керек екен. Алла, мені кешір, міне алдыңа келдім, ләббайк Аллахума ләббайк, я Раббым, мен сенің құлың болам деп мешітке бауырлар мамандардың айтуынша адам намаз оқуды әдетке айналдырмаңыздар дейді. Намазы құлшылыққа айналдырыңдар деп жатыр. Намаз құлшылыққа айналу керек. Кейбір кісілер сол намазды не секілді көреміз дейді. Анау диетаға отырып алып кісілер сөйтіп жаңадай мынандай жаттығу жасау керек, одан кейін су ішу керек, одан кейін осындай өзінің режимдері бар екен. Сол олар өздеріне әдет қылып алған. Неге су ішіп алсын десе, әдетім еді, айып етпе, сол баяғыдан келе жатқан деп қояды. Әдет бойына. Дәл сол секілді мешітке келіп намаз оқу, жалпы үйіңізде намаз оқу, құлшылық жасау, бауырлар, бұл әдетке айналмау керек екен. Мамандар не деп ескертіп жатыр оны? Құлшылыққа айналсын дейді. Міне Алла қаласа құптан намаз келе жатыр, Құдай қаласа. Бүгінгі келе жатқан құптан намаз кешегі құптан намаз емес. Әр намаз өз алдына жеке-жеке болып келетін парыз намаздар. Бүгінгі құптаннан кейінгі таң намазы ертең әлі бізге парыз емес ол. Оның кім бар, кім жоқ, оны Алла біледі. Әр намаз өз алдына жеке құлшылық болып келетіндігін айтқан, және соған кәдімгідей арнайы дайындық көреді екенбіз. Әр намазды дайындықпен қарсы алады екенбіз. Сол кезде қоғамда нағыз ер азамат болып жүруге хақымыз бар екен. Соған жараса біздерде иншалла амал істейтін болады екенбіз иншалла. Және нағыз ер азаматтың бойында табылу керек болған екінші сипат біздің бойымызда Алла субхана ва тағаланы еске алып жүру деген сипат болу керек екен. Жаңа бірінші мешітке жүрек байланып тазару еді ғой. Екінші сипат не екен? Нағыз ер азаматты ол адам әрдайым Алла Тағаланы еске алып жүреді. Еске алып жүрген адамды Алла Тағала Құран кәрімде былай деп баяндаған. Рижалун ла тулхиким тижарату ва ла бай'ун ан зикриллахи ва иқамис салати ва итаиз закати яхафуна яуман татақаллабу фихи л-қулуб вал абсар. Сондай нағыз еркектер бар дейді Алла Тағала. Нағыз ер азаматтар бар. Олар Алла субхана ва тағала еске алуларында олардың тоқтап қалатын саудалары, дүние тіршіліктері оларға кедергі бола алмайды дейді. Олар намаз оқуларында, зекет берулерінде дейді. Олар ертең қиямет күні жүректер қобалжыған күнде
көздері, мынау көздерінің орнынан шығып кететін күннен қатты қорқатын еркектер олар дейді. Деп Алла Тағала нағыз ер азаматтардың бойында табылу керек деген сипатты ескертіп берді бізге. Екіншісі қалай екен ол? Алла Субхана ва Тағала еске алып жүретін адамдарды нағыз еркек деп айтты Алла Тағала. Нағыз ер азамат. Жаңа айтқандай төбелесетін жігіттер нағыз еркек емес. Үшінші, ер азаматтардың бойында болған сипат. Үшінші сипатымыз, Алла Субхана ва Тағалаға біз серттесеміз, сол сертімізді тұру бұл ер азаматтың сипаты дейді. Бұл жайында Құран кәрімде Алла Тағала Ахзаб сүресінің 23-ші аятында айтты. Аузубиллахи минал муъминина риджалун садақу ма ахадуллахи алейхи. Сондай момындардың ішінде нағыз еркектер бар дейді Алла Тағала. Қараңыздар, жалпы момын мұсылмандардың іштерінен Алла Тағала бөліп алды. Қандай адамдарды? Нағыз ер азаматтарды, нағыз еркектер. Ондайлар не кімдер десе, садақу ма ахадуллахи алейхи. Олар Алла Тағалаға берген уәделерінде шыншыл болды олар дейді. Нағыз еркектер Алла Тағала уәде берген уәделерін істеді олар, оны орындады дейді. Фаминхум ман қада нахбаху ва минхум ман янтазир. Олардың біреулері сол уәделерін орындап өмірден өтті дейді. Өтпегендері фаминхум ман янтазир. Сол Аллаға берген уәделерін орындап, бірақ сол Аллаға берген уәделерінің сауабын көру үшін олар күтіп келе жатыр дейді. Ешқашан серттерін бұзған емес дейді. Олар ешқашан серттерін бұзбайды олар дейді. Ешқандай нәрсемен айырбастамайды да олар дейді. Деп Алла Субхана Тағала осы ер азаматтардың бойымызда табылып болған сипатты нерде ескертті? Қандай сипат екен? Уәдеде тұру. Иә, уәделесіп серттестіңіз ба, сертті бұзбау керек екен. Ясин сүресінде келген Ясин сүресінде осы нағыз ер азаматтар жайында Алла Тағала айтқан. Бұл төртінші сипат, бұл пайғамбарларды қорғау сипаты. Нағыз ер азаматтың сипаты пайғамбарларды қорғау. Бесінші сипаты, нағыз ер азамат, нағыз еркек өзгелерді ойлап, өзін басын қатерге қауіпке тігетін жігіт екен. Оның антонимі эгоист. Эгоист тек қана өзін ойлайды. Барса керек емес дейді. Ал нағыз ер азамат, нағыз еркек не істейді екен, бауырлар? Бесінші сипат, өзгелерді ойлап, өзін басын қатерге тігіп жүреді ол.